Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен мамық сияқты жұп-жұмсақ болып шығатын пончиктердің рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен жылы сүтімізге дрожж, секер және өлшеп қойған ұнымыздан 1 стакан ұнды алып қосамыз. Барлығын венчиктің көмегімен араластырып, бетін жауып 15 минутқа қоя тұрамыз. Одан соң оның үстіне жұмыртқа, сары май, сұйық май және тұз, ванилинді салып араластырамыз. Қалған ұнымыздың үстіне разрыхлитель қосып, араластырып аламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Және де ұнды аз-аздан қосып отырып, араластырып, қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды жылы жерге 2 сағатқа бетін жауып қоя тұрамыз. Қамырымыз өте керемет болып көтерілді. Қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Одан соң қамырымызды кішкентай дөңгелек формамен кесіп шығамыз. Мен стаканның көмегімен кестім. Барлық пончиктерді осылай дайындап кесіп шықтым. Енді пончиктеріміздің бетін жауып, көтерілгенше 20 минутқа қоя тұрамыз. Көтерілген соң пончиктерімізді қызып тұрған майда 2 жағын қызартып, қуырып пісіріп аламыз. Пончиктеріміз осындай әп-әдемі болып пісіп шықты. Пончиктерді өз қалауларыңызша әсемдеуге болады. Мен осындай Қазақстан шоколадымен әсемдеймін, өйткені Қазақстан шоколады өте ерекше дәм береді. Шоколадты сүтпен араластырып микроволновкаға ертіп аласыздар да, осылай пончиктерді батырып аламыз. Пончиктеріміз өте әдемі болып шықты. Дайындап көрсеңіздер болады. Ас болсын, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.